біздің ауылымыздың аты өзі Састөбе, бірақ халық уже күліп жатыр, біз Сасық төбеге айналып бара жатырмыз дейді. Жаздан бері 5 рет 6 рет өртенді. Ол бойынша пожарныйлар ешқандай шара қолданған жоқ. Бұл жерде строительный мусор да бар, ағаш та бар, өлген малдың өлекселері де бар. Мы не будем платить, мы не платим. И никакое ИП здесь не согласится на таких условиях. Когда охранника нету, здесь приехал, а никого нету. Вот, пожалуйста, куча лежит. Сізмен қалай договор жасайсыз? Счет выставлять етесіз басқа жаққа. Қалай ақша бөлдіртесіз? Бір документі жоқ. 3 скважинаның екеуі нерабочий, біреуі разобранный. Өзі 3 скважина бекітілген. Лицензияны сумен айналысатын организацияға бермейді. Мынау скважина су бере ма, осыған береді, ана скважинаға береді да. Көрдіңіз ба? Ал ол кісінің ол басына келіп кетіп тұрған жоқ, ол проблема. Түркістан облысы Түлкібас ауданы Састөбе елді мекенінде орналасқан қоқыс полигоны. Бұл жаңадай біздің Састөбе ауылдық әкімдігінің балансында 23 жылдың аяғында жергілікті қоғамдық келісім шешімі бойынша сенімгерлікке берілу керек болған етін ИП Яковенкоға. Өйткені ауылдың мусор шығаруын, қоқыс шығаруын сол ИП Яковенкоға сеніммен тапсырылған болатын. Ал мусор жаңағы полигонның документтері енді ол әкімшіліктің құзырында болғаннан кейін әкімшілік өзі алып жаңада екі ара келісім жасап ИП Яковенкоға тапсырып беру керек еді. Бірақ сол әрекетін аяғына дейін жасалмай бұл қараусыз қалып отыр. Қараусыз қалудың аяғы осы мына полигонның қалай осылай алқас-алқас шығып жатқанына келіп отыр. Мысалға противопожарный безопасность бойынша мысалға айналасы жыртылу керек еді. Мына жерде емкіс тұру керек еді. Мына жерде қарауыл отыру керек, су болу керек, свет жарығы болу керек. Одан бөлек жаңа 13-12 жылы эксплуатацияға енгеннен кейін айналасында қоршауын бәрі ұрланып кеткен етін. Қазір біздің әкімшіліктің бюджетіне бұл енді 2 миллион 200 мың ба сондай қаражатқа бұл қайта қойылып отыр. Бірақ қарауыл болмағаннан кейін ертең ұрлап кетсе бұл біздің қайтадан жергілікті әкімдіктің бюджетінен қайта қойылады. Неге бұл батыс, мысалы Түлкібас ауданының батыс аймағының 7-8 ауыл кеп қоқыс тастайтын жерге біздің әкімшіліктің ақшасы бөліну керек оған. Ал ақшасы бөлінді ма, балансында ұстап отыр ма, неге оны жауапкершілікпен қарамайды оны? Вот проблема осы болып отыр бізде. Жаздан бері 5 рет 6 рет өртенді. Ол бойынша пожарныйлар ешқандай шара қолданған жоқ. Біз ақырында құзырлы органдарға жан-жаққа жаздық, экологияға СЭСке жаздық. СЭС экологияға пожарный штрафын салып кетті. Сонда да мысалға еш нәрсе өзгеріп жатқан жоқ, штрафты төлеп қояды. Бұл мысалға ретке келтіру үшін кеше аудан әкім жиналыс несінде қабылдауында болдық. Ол кісі де уәде берді, ретке келтіреміз, анау-мынау деп. Бүгін обедтен кейін келем деген, бірақ қазірше жауап жоқ болып тұр. Мынау Састөбе полигонының қоршауы мынау оң жақ бетімізде аяқталып бітіп қалады, көріп тұрғандарыңыздай. Ал мынау сол жақ бетін алатын болсақ, мына біз осы 24-тің басында прокуратурада аманатта Жанесен Марат, зам әкім районный. Біздің әкім бәріміз жолығып судың мәселесін қарастырып отқанда осы полигонның мәселесі кішкене әңгіме болған. Сонда біздің ауылдың әкімі Асқар Айдарбектің айтуы бойынша 10 соттық жер дополнительно бөлеміз, строительный мусорлар сол жерге төгіледі. Жаңағыдай соны вторичный обработка жасап сатасыңдар әлі деп сондай әңгіме болған. Бірақ ол бізде Қазақстанда істелмейтін нәрсе ғой. Қарасаңыздар, міне екінші полигон ашылып жатыр, несанкционированный. Бұл бойынша ауылдың әкіміне талай рет шағымда жаздық, айттық та бұны жабуын. Бірақ ешқандай да жаңағыдай мәселе қаралып жатқан жоқ. Полигон өсіп бара жатыр шынын айтқанда. Бұл жерде строительный мусор да бар, ағаш та бар, жаңағыдай өлген малдың өлекселері де бар онша-мұнша. Я занимаюсь вывозом мусора с поселка. Общественного совета должны были передать вам еще полигон. Полигон должны были передать ко мне. Но я изначально начинаю, что было как. 2 года назад его передавали, здесь был полностью бардак. Администрация поселка, значит, во главе Акимом, они здесь всю очистку сделали, произвели, нанимали большой трактор с газового хозяйства. В общем, очистили площадку, как видите, всю, от бетонных плит, от этого всего. В дальнейшем работать начали. С прошлого года по поселку, распоряжением акимата, с решением совета старейшин, вывоз мусора с поселка Састөбе, значит, я ответственный, то есть ИП Яковенко. Да, нет, с января месяца по 23-го года. Да, было собрание, все это.
Так, как хотели передать полигон в мое ведомство. Не хотели, а должны. Да, должны были передать. Ну как, хотели. Я начал его оформлять, потом в конечном итоге оказалось, значит, госакта на полигон нету, условий здесь на полигоне никаких нету. То есть ни воды, ни электричества, ни смотровых ям, ничего. Ни техники никакой нету. Все должен был производить, то есть за мой счет. Я попытался здесь что-то сделать, 1,5-2 месяца держал здесь охранник, который более-менее контролировал, после очистки, конечно, зарплату платить, а мне-то дохода нету вообще ни копейки. Ввиду того, что дохода нету, я вынужден был отказаться. Единственное только то, что сейчас в данный момент я присматриваю, стараюсь, чтобы не завалили его полигон до конца. Вот мы присматриваем за ним. Магистральға документ жоқ бір ма, судың жүйесін конкретно айтайын. 3 скважинаның екеуі нерабочий, біреуі разобранный. Өзі 3 скважина бекітілген. Бактерицидный установка вообще жазылмаған. 2 башня тұр, оларда нерабочий деп жазып қойған. Сонда мен алам да сізге берем да, сіз ары қарай қалай жұмыс етесіз оны? Менен қалай ақша сұрайсыз? Су бергенің үшін. Мен айтамын ғой, документің қайда? Сіз мен қалай договор жасайсыз? Қалай барып мысалға жарайды жаңағыдай счет выставлять етесіз басқа жақтан? Қалай ақша бөлдіртесіз? Бір документі жоқ. Соны біз ауданға барып айтсақ, ақылды замы бар. Марат Жанесен деген кісі. Бүйтеді, дейді, сендер басымды ауыртпаңдар, сендер әкімге халық айдап салып отырсыңдар дейді. Біз шындық іздеп отқан жоқпыз. Оказывается, біз әкімнің орнын тартып алайын деп жүрген екенбіз. Ол кісі оны түсініп отқан жоқ. Ол кісінің түсіндіруінше бүйтіп айтады. Сендер дейді, лицензияларында жоқ, қолдарында техника жоқ, бәледе жоқ дейді. Тұраркенттің лицензиясы бар дейді, сумен айналысуға. Соған береміз дейді. Мен айтамын, сіз әкім мырзасы ғой, ақылдысыз, кішкене оқыған деп ойлаймыз біз деп. Сіз түсініңіз дейміз. Лицензияны сумен айналысатын организацияға бермейді. Мынау скважина су бере ма, осыған береді, ана скважинаға береді да. Көрдіңіз ба? Ал ол кісінің ол басына келіп кетіп тұрған жоқ, ол проблема. Вот осы проблемадан айналып келіп біз қадалып отқанымыз осы. Бактерицидный установканы кешеде айтып кеттік. Әкімнің қабылдауында онда анау башняның орнынан көшіріп берсін дедік. Соның бәрін ретке келтіріп береміз деп кеше жуып шайып қалды. Бұның алдында бір ай бұрын ба болған кезімізде тоңқылдап бізді шығарып салған жаңа зам әкімі Марат Жанесен бізге сөз бермей сөйлеп, ал қазір енді облыс әкімі келеді деген сыбыс шығып жатыр. Соған байланысты ма? Енді бізбен жылы қабақ танытып сөйлесті. Біз де енді тағы бір рет сені көріп. Негізі облыс әкімі то ли заводқа деп отыр, то ли районға келеді деп отыр уже. Негізі ауданға алдыңғы жыл ноябрьде келген, біз суды қайтарып алғанбыз, соны алдына кіріп жүрді. Вот мәселе осындай болып тұр ауылымызда. Күнін нақты білмей тұрып, білсек хабарласамыз, айтамыз біз.